Сәлем қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздерге бұрыннан жасап келе жатқан ши бауырсақтың рецептін бөлсем. Бұны біреу білсе, біреу білмейтін шығар. Өте қытырлақ болып піседі, әсіресе балдарға ұнайтыны сөзсіз. Үйде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайындайтын құрамы қолжетімді. Ең бірінші ыдысымызға 1 стакан жылы суымызды құямыз. Және жарты шай қасық содамызды салып араластырамыз. Бір чайный ложка тұз саламыз. 1,5 ас қасық шекер саламыз. Және үстіне 70 граммдай зәйтүн майын құйып, араластырып, үстіне 500 грамм ұнымызды електен өткізіп, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ және қолға жабыспайтын болады. Және бұны ұзақ уақытқа күтірудің қажеті жоқ. Тек 15-20 минутқа қойып қойсаңыздар болды. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды оқтаумен өте қатты жұқа қылмай жаямыз. Жайып болып, ұзыншалап пышақпен бөліп аламыз. Және қамырымызды қолымызбен майлап отырып, лагманның қамыр сияқты ысып жаямыз. Осындай көлемде болады. Және барлығын кішкентай қылып майдалап турап аламыз. Енді қуырамыз. Осындай қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Мен ши бауырсақтың жартысын сұйық және тоңмай қоссаңыздар болады. Сгущенкамен араластырсаңыздар өте дәмді болып шығады екен. Және аяқ астынан қонақ келсе, ұсынсаңыздар болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және үйден жасап көріңіздер. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.